Солтүстік Қазақстан облысына көршілес Ресей елінің Төмен облысынан кәсіпкерлер тобы іс-сапармен келді. Облыс әкімі Ерік Сұлтановпен өткен кездесу барысында екі ел арасында кәсіпкерлікті дамыту жағдайы талқыланды. Сонымен қатар өңір басшысы ресейліктерге өңірімізде бизнесті қолдауға бағытталған бағдарламалар жайында атап өтті. У нас очень много. Қазақстанда кәсіпкерлікпен айналысуға жетелейтін бағдарламалар көп. Солардың бірі ауылдық жерде кәсіп ашу үшін 10 жылға дейін несие беріледі. Жылдық пайыздық үстемесі 4%. 85% кепілдікті мемлекет өзі қамтамасыз етеді. Төмен облысының Ишим қаласындағы юбилейный агрохолдинг компаниясы жартылай фабрикатты өнім шығарумен айналысады. Компания екі жақты қарым-қатынас барысында Қазақстаннан ірі қара мал етін импорттауды. Сонымен қатар өз өнімдерін облысымызда көтерме бағамен сатуды жоспарлап отыр. Казахстан мы приехали по... Біз Қазақстанға өзіміздің жартылай фабрикатты өнімдерімізді ұсына аламыз, ал Қазақстаннан бізді ірі қара мал еті қызықтырады. Кездесу барысында облыс басшысы Ерік Сұлтанов екі ел арасындағы қарым-қатынас жылдарында бірқатар пайдалы жобаларды іске асырғандығын атап өтті. Облысымыздағы Молпродукт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Төмен облысында өзінің өкілдігін ашты. Сонымен қоса Петропавл құбыр зауыты Төмен облысының Новый Уренгой зауытымен бірлесіп жұмыс жасауда. Жиыннан кейін төмендік кәсіпкерлер тобы солтүстік қазақстандық кәсіпкерлермен кездесті.